Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы денің сау болсын десең. Бүгінгі сабағымызда дене жаттығуларының маңызын түсінеміз. Денсаулықты қалай сақтау керек екенін үйренеміз. Ендеше балалар, адамның дене мүшелеріне назар аударыңдар. Адамның негізгі дене мүшелеріне бас, мойын, дене, аяқ, қол жатады. Ал баста орналасқан дене мүшелеріне шаш, көз, мұрын, ауыз, құлақ жатады. Олай болса, келесі бейнежазбаны мұқият қарап тыңдап шығайық. Денсаулық. Адам бойында вирустарға қарсы тұратын, аурудан сақтайтын қасиет бар. Оны иммунитет деп атайды. Адамның иммунитеті неғұрлым күшті болса, оның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. Иммунитетті күшейту үшін ең әуелі дұрыс тамақтану қажет. Денсаулыққа пайдалы, дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу керек. Сонымен қатар, денені шынықтыратын жаттығулар иммунитеттің қорғаныс қабілетін күшейтеді. Ауруларға қарсы алдын ала егілу де денсаулықты сақтауға септігін тигізеді. Сондай-ақ, тазалық сақтау өте маңызды екенін естен шығаруға болмайды. Қолды жиі-жиі жуып, лас жерден аулақ болып, айналаны таза ұстау керек. Жаттығулар денені сергек, әрі шымыр етуге көмектеседі. Қан айналымын реттейді. Жүрек пен өкпеге күш береді. Бұлшық еттерді ширатып, сүйектердің қозғалысында реттейді. Дене шынықтыру, көңіл күйдің де көтеріңкі болуына көмектеседі. Жаттығу кезіндегі қауіпсіздік шарасы. Денеге бірден көп күш түсірмей, жеңіл жаттығулардан бастап, денені қыздырып алу керек. Денен қатты қызып, жүрек соғысы жиілеген кезде, жаттығуды бірден тоқтатпай, денені жайлап суытып, жүрек соғысы қалпына келгенше қозғалысты бірте-бірте бәсеңдеткен дұрыс. Алқынып тұрып, су ішуге болмайды. Қалыпқа түскенше күткен жөн. Әрі, желден сақ болу керек. Бейне жазбадан көргеніміздей, денсаулық дегеніміз адамның ағзасының қалыпты дұрыс жұмыс істеуі екен. Денсаулық ол табиғат сыйы. Оны күтуіміз керек. Ал енді балалар, оқулығымыздың 81-ші бетін ашып, суретке назар аударайық. Әңгіме құрастыр. Сәуленің тамағы ауырып қалды. Ол анасымен дәрігердің қабылдауына келді. Сәуле мен дәрігер не туралы сөйлесті? Ал сендер қалай ойлайсыңдар? Сәуленің тамағы неге ауырып қалды? Өйткені Сәуле денсаулығына дұрыс қарамай және дене жаттығуларын дұрыс орындамаған болуы мүмкін. Біз де Сәуле сияқты ауырып қалмас үшін денсаулықты қалай сақтауды үйренейік. Ол үшін не істеу қажет? Денсаулықты дұрыс сақтау үшін ең алдымен бірінші күн тәртібін дұрыс жоспарлауымыз маңызды. Екінші, дұрыс тамақтану керек. Пайдалы тағамдарды көбірек тұтынуымыз керек. Оларға көкөністер мен жемістер, сүт, ет өнімдері, дәнді дақылдар, кептірілген жемістер жатады. Ал газдалған сусындарды, тез дайындалатын тағамдарды мейлінше тұтынбауымыз керек. Үшіншіден, спортпен айналысу біздің көңіл күйімізді көтеріп, дене бітімімізді сымбатты болуына көмектеседі. Тыныш ұйқы
тынығу күні бойы сергек болуымызға ыңғайлы ықпал етеді. Зиянды әдеттерден аулақ болуымыз керек. Сондай-ақ жеке бас гигиенасын сақтап, таза жүру, үнемі жақсы көңіл күймен жүру де денсаулықты сақтауға әсерін тигізеді екен. Олай болса, балалар, жұмыс дәптеріміздің 53-ші беттегі тапсырманы орындайық. Бұл жерде пайдалы және зиянды тағамдар көрсетілген. Кестенің екі жағына соларды нөмірлеп көрсетіп орындаймыз. Мысалы, сүт пайдалы тағам. Оның нөмірін 4 деп жазамыз. Ал газдалған сусын зиянды тағам. Оның нөмірін 5 деп көрсетеміз. Осылай жалғастырып тапсырманы орындаймыз. Балалар, сендер білесіңдер ме? Жаттығу жасауға ең қолайлы уақыт ол түстен кейінгі уақыт. Олимпиадалық рекордтардың көбісі осы уақытта жасалған. Балалар, келесі тапсырмада берілген геометриялық фигуралардан адамның денесін құрастырып үйренеміз. Және олардың атауын жазып көрсетеміз. Бұл тапсырманы орындап болсақ, келесі тапсырмада берілген жасырын сөздерді тауып көрейік. Бірінші бағанда берілген сөздерден адамның дене мүшелерін тауып, екінші бағанға үлгі бойынша жазамыз. Мысалы, көзілдірік деген сөздің ішінен көз деген сөзді алып жазамыз. Ары қарай осылай тапсырманы өздерің орындап көріңдер. Барлық тапсырмаларыңды орындап болсаңдар, өздеріңнің ұстаздарыңа жолдасаңдар болады. Бүгінгі денсаулық күту туралы сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңдар, балалар.